Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын слива қосылған пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Достар, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, маған тіркеле кетіңіз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жағып алатын боламыз. Оның үстінен шым-шым тұзымызды қосамыз және венчикпен араластырамыз. Осылай жұмыртқамыз кішкене араласқан соң үстінен керек мөлшерде қантымызды саламыз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдырамын. Осылай қантымызды салған соң миксердің көмегімен аппақ көбік болғанша араластырамыз. Массамыз кішкене ұлғайды. Енді осының үстінен айранымызды және сұйық майымызды құйып толықтай араластыратын боламыз. Ұнымызды еліктен өткізіп аламыз және 1 чай қасық разрыхитель, яғни қопсытқышымызды қосамыз. Толықтай барлығын араластырамыз және қамырдың барлығын салмай 2-ге бөліп, венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен жақсылап бір масса болғанша толықтай араластырып шығамыз. Комок қалмауы қажет. Қоймалы жың масса болғанша араластырамыз. Осылайша біздің тестамыз дайын болды. Енді сливаларымызды алып, ортасынан 2-ге бөліп дайындап аламыз. Формамызды алдын ала астын майлаймыз. Осындай силикон болса да бола береді. Және үстінен кішкене ұнымызды сеуіп, барлық тестамызды құямыз. Менде форма 22 сантиметрлік болғандықтан кішкене жайылып пісетін болады. Сіздер 20 сантиметрлік формада жасасаңыздар, кішкене биіктеу болып шығатын болады. Алдын ала духовкамызды 180 градусқа 40-45 минутқа қыздырып қоямыз. Осылайша барлық сливамызды төңкеріп осылай орналастырып шығамыз. Және үстінен бір ас қасықтай сливаның үстінен ғана осылай қант құйсаңыздар болады, сеуіп шықсаңыздар. Осылайша пирогымызды қызып тұрған духовкаға жіберетін боламыз. Осылай әдемі болып пісіп шықты. Шетіндегілер қанттың ерігендіктен осылай кішкене қарайып піскен болатын. Енді қамыры өте тіл үйірерліктей дәмді болып шыққан. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сізде дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.